Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді, осындай үлпілдек болып шығатын бауырсақтарды жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарау керек. Алдымен бізге жылы сүт керек, оған жылы суды құямыз, және де дәміне қарай қантын саламыз. Ашытқыны осылай салып, апара жасауға да болады, бірақ та менде ашытқыны пайдаланып жүрген соң, қалған ингредиенттердің барлығын мен бірден салдым. Жарты шай қасықтай тұзын саласыз да, ең соңында осылай ертілген сары майды саламыз. Сары майды ертіп құйған жақсы. Одан кейін 2 ас қасық майонезді салып, барлығын жақсылатып араластырамыз. Қыздар, видеоның описание бөліміне барлық құрамдарын бірден жазып қалдырдым. Енді мінеке барлығын салып болдық, ұнды саламыз. Бауырсақтар үлпілдек болу үшін ұнның қыздар барлығын салмаймыз. Аз-аздан сала отырып, осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Сол кезде сіздің бауырсақтарыңыздың қамыры тығыз болмай, жұп-жұмсақ, эластичны болады. Мінеке видеодағыдай мен 2 кесе ұнды салдым, одан кейін араластырып, қалған ұнды салып, осылай араластырамыз. Сонымен қатар қыздар, каналымда әртүрлі рецепттер бар. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да осындай бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Егер де пирогтарды жақсы көрсеңіз, түрлі тағамды жақсы көрсеңіз, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар описанияға мен инста парақшамды да қалдырып өтемін. Ол жақта да күнделікті стористе әртүрлі рецепттермен бөлісіп отырамын. Мінеке осылай қамыр қоюланып бастағаннан кейін, енді қалған ұнды да саламыз да, жақсылатып жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Егер де үлпілдек бауырсақтарды жақсы көрсеңіз, онда қамырын жайған кезде жұқалатып жайыңыз. Сол кезде бауырсақтарыңыз үлпілдек болып шығады. Ал кейбір жандар ортасы қалың болып піскенін ұнатады. Ондай жағдайда сәл қалыңдау қылып жаясыздар. Бірақ та бауырсақты жайғаннан кейін де бір 10-15 минуттай тындырып алған жақсы. Ең соңында енді 2 ас қасық сұйық майды құямыз да, жақсылатып тағы да қолымызбен бір басып аламыз. 1,5-1 сағатқа міндетті түрде үстін жауып, бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Мінеке қамырды қараңыздар, осындай жұп-жұмсақ болып шығады. 40 минуттың ішінде менде бауырсақтарым көтерілді, оны мен тағы да барып бір басып қойдым. Яғни бауырсақ көтерілгеннен кейін бірден пісірмейміз, оны бір қайтара басып алып тағы да қорсаңыз, енді бауырсақтарыңыз керемет болып шығады. Орташа газда табамызды қыздырып аламыз, одан кейін барып бір тіндеп осылай бауырсақтарымызды саламыз. Қыздар, мен бауырсақтарын қып-қызыл бауырсақтарды ұнатпаймын. Сол себепті сарғыш түстегі бауырсақтар маған қатты ұнайды. Мінеке екінші жағын аударамыз. Газдың асты ортадан сәл жоғары болу керек, қатты болмау керек. Әйтпесе біздің бауырсақтарымыздың тез күйіп, қант болған соң іші піспей қалады. Орташа газда осылай барлығын біртіндеп қорып алып, бір-бірінің үстінен жайғастырмаймыз. Андай тайпақ табақтарға, үлкен тәрелкелерге барлығын осылай дізіп шықсаңыз, бір-бірінің үстінен басылмай, бауырсақтарымыз енді үлпілдек, дөп-дөңгелек болып шығады. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып, парақшама тіркелеміз.